Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Төреғали Төреәлінің шаңырағында тағы бір сәби дүние есігін ашты. Өнер иесі бұған дейін 3 қыз, 2 ұлдың әкесі еді. Алла деп бағындырдым биыл шыңды, перзентхана екінші үйім сынды. 6-шы рет бұйырды әке атану, 6 алаштан сұраймын сүйіншімді, деп жазды әнші. Эстрада жұлдызы 6-шы рет әке болған сезімі қалай екенін жеткізіп, жан сырын ақтарды. Бүгін Кеген ауылына кетуім керек болған. Қасиетті жұмада намаз оқып, елмен бірге дұға тіледім. Сол кезде толқын перзентханаға кеткен. Намаз оқып жатқанда жаңбыр қатты құйды. Сол кезде босанды ау деп ойлап едім. Көп өтпей толқынның өзі хабарласып, сүйінші сұрады. Әр шаңыраққа сәби бұйырсын, деп жазды өнер иесі. Айта кетейік, әншінің жұбайы тұңғышы Кәусардың денсаулығында кінәраты барын жасырмай айтып жүрген еді.